Нұрланжанға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Нұреке, той құтты болсын. Нұрекеге второй деп жатыр. Келіңіз, Нұреке, Нұрлан деген біздің досымыз. Біз енді аш кезімізде, тамақ жоқ кезде, жатақханада жататын Қазалдан, Аралдан, Шиелден, жан-жақтан келген қыздар балдардың тамағын жеп жүрген кезде біздер енді сол кезден бастап араласамыз ғой. Аллаға шүкір. Қазір енді білмеймін, Нұрлан әлі қарны сөйтсем тұқымда бар екен ғой, ағамыздың шамы. Қошемет ұрып қойыңыздар. Бұл Нұрланның енді 10 жылдан 15 жылға жақын уақыт бізбен таныспыз, доспыз, студент кезіміздегі досымыз ғой. Енді Аллаға шүкір бүгін енді осындай бір керемет қуанышты тойына келіп, өзіміз қуанып жатырмыз. Нұрланның ұлдарын көріп, қыздарын көріп, келіншегі Құдайға шүкір тағы да ілмей алып екеуіңден шаршамайды екенсіңдер. Жоқ, Құдай беріп тұрса, ода тұрған не бар? Дүниеге әкеле берсін, осы әлімдерді, алтынбайларды көбейте берсін дегім келеді. Нұрланның келіншегіне қошемет ұрып келе қойыңызшы. Нұрлан мен келіншегі екеуі үйленген кезде, осы үйленген кезінде біз бармыз, бұл кезде заводта этажда тұрады. Мына кісі, Пушкин дейтінбіз бұл кісіні. Андай шашы бұйра бүйтіп тұрады. 74-ші жылы прическамен жүретін, ойбай, мына кісі деп, біз сондай қандай керемет осы кісілердің шаңырақ көтерген біз жаңа куәсі болдық, маған айтып жатыр ғой, біздің ағамыз бен апайымыздың үйленгенін ана жерде ағамыз айтып жатыр, мен көрдім, қасында жұмыс істеп, үйлендірдік деп. Біз дәл аға сияқты, біз енді осы Жұбаныш ағамыздың ұлын қалай үйленгенін, қалай қосылғанын, Нұрланның не істеген, жатақханадан не істеген, біз білеміз бәрін. Бұл неше стаканнан құлайтынына дейін білемін мен. Осы кезде аз ішіп жүргенде дейін біліп тұрмын десе. Мен айтам, ұлдарыңыз ішпейді, апа. Өзі сондай мықты екен, келіншегі қатал. Қандай жіңішке адамдар, адамның бір аяғын, екі аяғын бір етікке тығады ғой. Тойларыңыз құтты болсын. Аман болыңыздар, сіздер жұта асық сияқтысыздар, киініп алған сияқтысыздар. Құдай қаласа, тағы да бір той болғалы тұр, құрметті ағайын, осы шаңырақта дүниеге сәби келеді екен. Февраль, март, апрельдің 20-сына, Лениннің туған күнімен бірдей, Құдай қаласа. Точно ма? Бәрі айтады маған, осыны қаяқтан білесің дейді, стоматологпын ғой, мә ойлайтам. Тойларыңыз құтты болсын, Шымкенттен, алыс жақыннан, Қазалдан келген ардақты ағайындар, аман болыңыздар. Коллективті көріп күшті неғып отырып қондай. Біздің осындай коллектив бар екен, Динамоны көріп, Динамо, спорт комплекс емес пе мына жердегі. Ол кісілер қай жақта